тікелей қатысы бар. Яғни выгорание біздің жаңа қызыл шам жанып кетпес үшін біздің организмімізде біз әр клеткамыздың қамқорлығын ұмытып кетпеуіміз керек та. Яғни біздің клеткамызға қалай қамқорлық жасаймыз, бізде жұмыс режимі, демалыс режимі, және де тамақтану режимі, ұйықтау режимі, осылардың барлығының балансы болу керек та. Қандай адамдар выгорать етіп кетеді? Яғни осы баланстан барлығын құртып жіберген адамдар. Сондықтан әрбір нәрсенің, әрбір клетканы, әрбір органның өзінің қызметін дұрыс қолданатын болсақ, онда біздің организміміз баланста жұмыс жасайды. Осы баланс бұзылған кезде адамда выгорание болады, и оның последствиясы кейін былай айтқанда қайтарылмайтын организмдегі асқынуларға алып келуі мүмкін. Сондықтан выгорание деген ол өте үлкен проблемный нәрсе. Бұны уақытысында емдеп, уақытысында қолға алу керек деп ойлаймын. Құрметті бизнесмен, егер сізде выгорание жиі болатын болса, онда сіз міндетті түрде өзіңіздің организміңіздегі болатын әрбір процеске мән беруіміз керек. Сондықтан выгорание болмас үшін біз нені білуіміз керек? Біз ұйқы режимін, демалу режимін, тамақтану режимін және де жұмыс режимін жаңағы гармонияда ұстауымыз керек. Осы кезде біздің организміміз ондай тревогалардан аулақ болады.